Адамдарымыз айтады ғой, әке шешең сенің дүниелік мақсатыңды ғана уайымдайды дейді. Ал пайғамбар уайымдайтын нәрсе сенің тозаққа түсіп кетпеуің. Ақиретін. Сол үшін сенің қиналуың оған ауыр тиеді. Қайықта қиналуың, дүниеде қиналуың ба? Жоқ, ақыреттегі қиналуың дейді. Сен қиналып қалады ғой деп әр намаздың алдында мисуакты парыз қылған жоқ дейді. Сен қиналып қалады ғой деп түнгі тахажжудты 2 ракатты парыз қылған жоқ дейді. Сен қиналып қалады ғой деп құптанның соңғы бөлігін, құптанды түннің соңғы бөлігіне парыз қылған жоқ дейді. Ертең осы себепті тозаққа түсіп кетпесін үшін үмметім деп. Негізгі қиналу ол пайғамбарда дейді. Біз дұрыс енді бәріміз сондай ғой, іштің ба, жедің ба, сабағың қалай? Ақыреттік бір сұрақ қоясың ба балаңа? Қоймайсың ба? Намазың қаза болып кеткен жоқ па бүгінгі деп әкелер балаңыз сұрақ қоя ма? Тамағын іштің ба, не істедіңдер? Бардыңдар ма, не қылдыңдар ма? Кілең дүниелік мәселеде болады. Әңгіменің бәрі ақыреттік мәселені көтеріп жатқан әкелер, шешелер өте аз. Қай жерге келдің Құранды, қай жерін тапсырдың бүгін деген сияқты. Жоқтың қасы. Ұйқыдамыз, полный ғафлеттеміз.